Армысыз құрметті көрермен, Серік ТВ арнасында қорытынды жаңалықтар, студияда Рахат Рахымжан. Соңғы жылдары шағын және орта бизнеске бет бұрған тұрғындардың қатары едәуір артқан. Мәселен, 2023 жылы ауыл аманаты жобасы бойынша өңірімізде 342 жоба қолдау тауып, мемлекеттік несие берілген. Адал кәсіпті нәсіп етіп отырған бизнес өкілдерінің жұмыс барысымен танысқан Тамара Дүйсенова өзінің оң бағасын берді. Қай кәсіпте болмасын, табандылық пен еңбек етуге деген ерік жігердің болуы шарт. Осы қағиданы ұстанған Ақсуат ауылдық округінің тұрғыны Сәрсенгүл Аралбаева өз кәсібін мықтап жолға қойған. Ол өзінің үйінен шұлық шығаратын цех ашқан. Кәсіпкер 2023 жылы ауыл аманаты жобасы туралы ақпаратты ауыл әкімінің тұрғындармен кездесу жиынынан естіп, қалайда қатысып, тәп-тәуір мүмкіндіктен құр қалмауды ойлаған. Отбасымен ойласа келе, тапқан табыстың басын қосып, кәсіп ашудың қамға әрекетіне кіріскен. Жобаны үйлестіретін жауапты мамандардан талап шарттарды сұрастыра келе, мал шаруашылығын емес, өнеркәсіп ашу керектігін түсінген. Барлық өнім жақсы, сапасы да өте жақсы болып жатыр. Халыққа 3-4 айдан бері сатылып та жатыр, барлығына ұнап жатыр. Качествосы, жаңағы несі мықты, жақсы сапасы және тиімді бағаменен сатып жатырмыз. Кәсіпкерлік нысан иелерімен кездескен Тамара Дүйсенова жұмыстарына сәттілік тілеп, кәсіпкерлікке мемлекет тарапынан қолдау көрсетілетінін жеткізді. Оны қай жерден алғансыңдар? Өзбекстанда өздері жіп шығаратын тоқыма өнеркәсіп заводтары бар. Соған алғансың? Соған өтініш тастап, солармен өзім контактіге отырдым. Содан 10 күнде айына бір рет барып алып келемін. Қанша шығарып жатсыз? Күніне осы 2 станокпен 200-300 нәске шығарып. Мынаны Қытайдан алдыңыз. Вообще мынандай переработканың бәрі. Қанша қалдыңыз оборудованиеңіз? Біз енді екеуін қосқанда 15-16 миллион болды. Ауыл аманаты жобасы көптеген отбасыларды еңбекке баулып, кәсібінің шарықтауына мүмкіндік беріп отыр. Ең бастысы, берілген қаражатты дұрыс бағытта қолдануымыз керек дейді премьер-министрдің орынбасары. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серік ТВ арнасы. Медициналық қызметкерді қасақана өлтірген кімдер? Қызылордада осы аптаның басында жан түршігерлік оқиға тіркелді. Қаланың іргесіндегі Абай ауылының суару каналының жағасында 31 жастағы ер азаматтың мүрдесі табылды. Марқұмның туыстарының өлімге қатысты жүріп жатқан тергеуге көңілдері толмай отыр. Айтуларынша, тергеушілер қайғыдан қан жұтқан отбасыға 2 күн өтсе де бір хабарласпапты. Құзырлы орган өкілдері бастапқыда Наурызбек Тұрсынов жоғалды деген арызға да мән бермеген сыңайлы. Себебі өз бауырларының өлі денесін Наурызбектің ағалары өздері іздеп тапқан. Отағасын деп едім, қазір келем, жатайыңдар деп кетті. Шесіне қарап үлгірген жоқпын. Наурызбек Тұрсынов дүйсенбіден сейсенбіге қараған түнде сағат 1-лер шамасында үйінен шығып кеткен. Оған себеп беймезгіл уақыттағы телефон қоңырауы. Жұбайы таң ата оянып кеткенінде күйеуі әлі жоқ екендігін көреді. Төменде ұйықтап жатқан шығар деп мына жерім, бірақ біртүрлі болып тұрды да, құрсын жамандық шақырмайын дедім. Төменге түстім, ана бөлмені бір қарадым, мына бөлмені бір қарадым, жоқ. Таңғы 9-ға дейін келмей қоңырауға жауап бермеген соң ұлпан күйеуінің бауырларына хабарласыпты. Олар Наурызбектің мұндай айтпай кетіп қалатын қылығы жоқ екендігін біліп, полицияға шағымданып өздері іздеуге кіріседі. Түскі уақытта жедел басқару орталығының бейнекамерасынан інілерінің автокөлігі қалаң маңындағы ауылға қарай өткенін көреді. Бір сағаттан соң туыстары Наурызбектің мәйітін сол елді мекеннің күріштікті суару каналынан табады. Оны белгісіз біреулер қарудан атып, денесін судың бойына тастап кеткен. Марқұмның әкесі тергеудің әділ өтуін талап етеді. Мен баламды жақсы білем, ол 1-2 балаға әлі келмейді. Қарулы бала, өте жүрегін түгі бар бала тұғым. Мен баламды жаңа не дейді орысша заказ беріп өлтіріп отырма деген күдікте бар менде, как әкесі ретінде. Бірнеше адам орда жоқ дегенде 4-5 адамның қатысы бар. Сол адамдардың бәрін түгелімен тауып, қатаң жазамен соттауын тек талап етеміз. Марқұмның туыстары қамауда отырған күдіктілердің бірі өлтіруге арнайы тапсырыс беру мүмкін деген күдіктері бар. Себебі оның аға көкелері құзырлы органдарда істейді екен. 2 күн өтсе де тергеушілерде хабар болмаған соң, қайғыдан қан жұтқан отбасы қалалық ішкі істер бөліміне өздері келді. Естулерінше қамаққа алынған 4 күдіктінің 2-ін полицейлер шығарып жіберген.
Кеше төртеуден бүгін екеу қалай сонда? Әрқайсысы артық айтып ойнап жүре бере ме? Бауыр. Бастапқыда полиция басшылығы келгендерге бас көрсетпепті, тіпті ішке кіргізіп те алғылар келді. Айғай-шу басылмаған соң 40 минуттан кейін төбелерін көрсетті. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабының 2-ші бөлігімен қылмыстық іс тіркелді. Аса ауыр қылмыстық іс. Екі адам осы баппен қамауға алынды. Қалған мәліметтер Қазақстан Республикасының қылмыстық процесс кодексінің 201-ші бабының талабына сай сіздерге жария етілмейді. Наурызбек Тұрсынов облыстық онкология орталығында медициналық техник болып жұмыс істеген. Марқұмның артында 3 баласы қалды. Наурызбектің жақындары тергеуді жіті бақылаймыз дегенді айтады. Егерде күдіктілердің бірі сытылып құтылып кететін болса, Елордаға бармақшы. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Азолтаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серіктік арнасы. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынына 43 күн қалды. 8-13 қыркүйек күндері Астанада өтетін дүбірлі додаға әлемнің 100-ге жуық елі қатысады. Түркі елдерінің ұлттық 21 спорт түрінен ойындар өтеді. Байрақты бәсекеге 3000-ға жуық спортшы қатысады деп жоспарланған. Ептілік пен мергендік қасиеттерін сынайтын ұлттық ойындардың бірі жамбы ату. Дәл осы спорт түрінен көшпенділер ойындарында ұлттық құрама додаға түседі. Қазір жігіттер дайындықтарын пысықтау мақсатында Алматы облысында арнайы оқу-жаттығу жиынынан өтіп жатыр. Айта кетейік, жамбы ату Республикалық Федерациясы Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлері қауымдастығының құрамына кіреді. Сонымен қатар қауымдастық құрамына бәйге, көкпар, аударыспақ, садақ ату, құсбегілік өнері, асық ату, теңге ілу, жорық федерациялары кіреді. Бізде Моңғол мемлекеті міне қазір бізге қарсылас болатын. Араб мемлекеттері өте мықты спортшылары бар, дайындық жас балдары. Индонезия дейді, Малайзияның спортшылары мықты. Енді Европадан да келеді, Мажарстаннан келеді. Бізде енді бұл өзіміздің осы жамбы ату спорты Қазақстанға аз уақыт келгеніне қарамастан біздің де спортшыларымыз осал емес, енді ең үздіктердің қатарындағы спортшыларымыз бар. Жаттығуымыз өте жақсы жүріп жатыр. Күнделікті тәртіппен өтіп жатыр. Жақсы дайындығымыз жақсы деп айта аламын. Бұл дүниежүзілік көшпенділер ойындарынан енді үздіктер қатарынан көрініп, еліміздің көк туын көкте желбіретсем деген ойдамын. Енді барымызды саламыз қолдан келгенше. Редакциямызға келіп түскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Арнамыздан алыстамаңыз.